Ор тоқпағым ор. Балапандар, бүгін сендерге ор тоқпақ ертегісін айтып беремін. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікіріңді қалдырып кет, жарай ма? Онда бастайық. Бір кездері алыстағы бір ауылда, ертеде қазақ даласында кедей шал мен кемпір өмір сүріпті. Шалау, үйде шерас киер киім қалмады. Ел аралап бірдеңе тауып келмейсің бе? Жарайды кемпір, Алла жар болса бірдеңе табылар. Шал қолдан жасалған тұзақтарын алып, орманға қарай аттаныпты. Көп жүріпті. Көп жүрсе де мол жүріпті. Сөйтіп орманға келіп 2-3 жерге тұзағын құрып қояды. Кенет орманда келе жатқан қаз тұзаққа түсіп қалады. Жан даусы шыққан қаз ары-бері жылжып босатыла алмайды. Сол кезде қаздың дауысын естіп шал келеді. Шал қазды босатып, енді қоржынға сала берейін дегенде, қаз бұлай дейді. Сен мені босат, менен не сұрасаң, соны 1 жылдан кейін ал. Жарайды, босатайын. Сөйтіп шал үйіне бос қайтыпты. Үйге келіп болған жағдайды кемпіріне айтып беріпті. Кемпірі ашуланып: Ой, ақымақ шал, қолға түскен қазды жібердің бе? Қой, сен түк білмейсің. Қалай білмеймін, өзің айтып отырсың ғой. Ол қаз емес, киелі құс болатын. Арадан жаз өтті, жаздың артынан күз өтті, күздің артынан қақаған қыс өтті, көктем қайта келді. Көктем қайта келді. Арадан 1 жыл өтті. Шал кішкентай қоржынын алып Қазыбайдың үйіне жолға шығады. Ұзақ жол жүреді. Жүріп келеді. Кенет түйе бағып жүрген баланы көреді. Бұл кімнің түйесі? Бұл Қазбайдың түйесі. Бұл Қазбай бая қас шығар. Бұл кімнің қойы? Бұл Қазбайдың қойы. Қазбайдың тағы несі бар? Қазбайдың 3 керемет нәрсесі бар. Біз қазаным біз, құс есегім құс, ор тоқпағым ор. Шал кішкентай қоржынын алып Қазыбайдың үйіне жолға шығады. Ұзақ жол жүреді. Жүріп келеді. Қазбайдың үйі қайсысы? Анау, ортадағы үлкен үй. Иә, сол үй екен. Міне, келіп қалдым, айтқан уәдеңді орында енді. Әрине атасы, қалағаныңды сұра. Елден естідім, сенде 3 керемет нәрсе бар екен. Маған піс, қазаным пісті берсең. Шалдың сөзінен кейін қазы келісіп, оған піс қазанды әкеліп береді. Сөйтіп қазы қазанға қарап: «Піс, қазаным піс!» деп айтқан кезде қазаннан тамақ қайнап шығады. Шал қазанды алып үйге қайтады. Келе жатқан жолда бір ауылда асыр салып ойнап жүрген балалар бұлай дейді: Үй кіріңіз ата, шай ішіп кетіңіз. Піс, қазаным піс демеңдер. Балалар, қазанға қараңдар. Біз, қазан, біз. Балалар қазанның секірін көріп, оны басқа жай қазанға ауыстырып қояды. Шал қазанды алып, қуанып күлімдеп үйге қайтады. Үйге келген соң былай дейді: Қазбай маған қазанды берді. Егер біз қазаным піс деп айтсақ, кез келген тамақты пісіріп береді. Шынымен бе? Қалай мүмкін? Иә, рас, өзің көресің. Піс, қазаным піс. Қане ештеңе жоқ қой. Қазбай сені алдаған көрінеді ғой. Мен Қазбайға қайта барамын. Мұның мәнісін сұраймын. Қазбай, сен берген қазан жұмыс істемеді. Қалайша жұмыс істемейді? Піс, қазаным піс. Атасы, мұнда бір түсініспеушілік болған секілді. Мен саған оның орнына құс есегім құс берейін. Жарайды, көрейік. Міне есегім. Құс, есегім, құс!
Шал мәз болып, балаша қуанып, құс есекпен келе жатқанда тағы да әлгі ауылға тоқтайды. Сонда балалар: Келіңіз ата, үйге кіріп шай ішіп кетіңіз. Балалар, құс есегім құс демеңдер. Есекке қарап тұрыңдар. Құс есегімді құс! Есекті алмастырып қояйық. Қара, кемпір, қазба есек берді. Оған құс есегім құс десең алтын құсады. Сен не айтып тұрсың, шал? Я рас, қазір көрсетемін, қара. Жарайды, көрсетші, сенбеуші едің ғой. Құс, есегім, құс. Қазыбай тағы да алдап соқты ма? Ештеңе жоқ қой. Қазыбайдың қазанды да, есегі де жұмыс жасамайды екен. Неге мені алдады екен? Қазыбай, мына есегің алтын құспайды. Мүмкін емес, құс есегім құс. Құс есегім құс. Не болды екен тағы? Ата, бұл жерде бір түсініспеушілік болған секілді. Мен сізге ұр тоқпақты берейін. Жарайды, Қазыбай, оны да көрейік. Ата, бұл ұр тоқпақ. Бұған ұр тоқпа мор деп айтсаңыз болды. Қалған істі өстіндірат. Жарайды, жақсы, көрейік. Үйге кіріңіз ата, шай ішіңіз. Балалар, ұр тоқпақ ұр демеңдер. Ұр, тоқпағым, ұр! Ата, тоқтатыңызшы, барлығын қайтарып бері. Тоқта, тоқпақ. Ата, міне пісқазан және құс есек. Бұларды біз ауыстырып қойып едік. Бізді кешіріңізші. Бәрі жақсы, балаларым. Кәмпир қара, біз қазаным, құс есек, ұр тоқпақ. Осымен ертегіміз аяқталды. Ал біз оқырмандарға ертегі ұнаған болса, лайк басып пікір жазып кетуін сұраймыз, иә? Тіркеліп кетіңіздер. Рахмет, балаларым.